сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрболат. Бүгін біз Shopify Deacon 4-ші уровеньге көтерген болатынбыз 3-ші бөлімінде, ал енді 4-ші бөлімінде 5-ке көтеретін боламыз. Ал енді біз бастайық. Бізге новыйдан двойный новый прыжок берді, және ол былай ұрады екен. Және бізге бір достижение беретін болатын. Және де бізге новыйдан қарулар берді, мысалы дубинка берді, және де кендо мен солдаттың бас етті. Ең бірінші мен керек қаруды алып алатын боламын, және де бір нормально дейді. Достар, бүгін біз Ростың 3-ші террахнарителін өлтіретін боламыз. Бесеуінің уже 3-шісін өлтіріп атырық достар. Енді екеуі қалды. Екеуінен кейін мен Ростпен шығатын боламын. Так, Ростпен шыққаннан кейін әрі қарай кете беремін ғой. Қатты рамар едім ғой. Қатты алады-ау. Достар, 5-ші бөлім екеуі шығатын шығар. Өйткені 5-ші бөлім екеуі шығатын. Себебі 5-ші бөлімді көтерудің өзі де игла деген енді өте оңай деп ойлаймын, өйткені олардың оружиясы 3-ші уровеньнің оружиясымен бірдей, но оңғы бір түрлі оружия. Сызық қисық па? Әйтеуір жақынға өте күшті. Бұлай да ұра береді, тағы да ұра береді, тағы да бүйтіп те үстінен де бүйтіп те ұра береді. Күшті оружия екен. Сатып алыңыз. Так, енді достар, Росты бітірдік. Нормально осыны ойнайтын боламыз. 355 дейді. Өйтпеймін. Осыны сатып аламын. Так, енді турнир легко дейді, ойнай берейік. Легко болса ойнайық онда. Мен уже 10 турнирдегі 10 адамды жеңіп тастаппын, енді 14 адам қалды. Так, разбойник деген менің қаруыммен бірдей екен. Және де бірінші баста болды. Так. Мен деп атырып достар. Қатты удар алады екен, көріп тұрсыздар, қаншама қыпы кетіріп атқанын бір ұрғанда. Негізі адаммен дубинкамен бір ұрған кезде басын шашып жүру керек қой, миы. Достижение берді достар. Енді нормально деп тұр. Нормально бір легкоға түсіре аламын ба? Легкоға түсті. Соңында 5-ші уровень 6-ға көтерілген кезде, 5-ші уровень 6-ға көтерілген кезде уже Ростың 2 террахнарителін сындырып тастайтын боламын. Сонда 5-ші уровеньде көтерілген ба? Білмейді достар. Оны да жас көтерілген. Жаланың қылышы біреуге ұқсай ма? Күнтөргендегі қосты түрі басқа да. Жалы Так, достар, өлтіріп тастадық. 514 монета берді. Достар, қараңыздар, уже 222-ке көтеріп тастадық. Енді сложно деп тұр, енді білмеймін. Ойнайын ба деп тұрмын. Көтеру де керек саған. Не білейік. Маған 5-ке көтеру керек. Ең бастысы безумец. Безумец деген безумно десе. Жарып тұр екен достар.
Basın zaman gitti. Men de vuralım. Bak қазір оғылмыз жақыннан алып негіре астынан жағынан былай ұрамын. Бірінші удар сумен бастау керек еді. Және екі үстіге. Пана. Чуть-чуть. Аяғын көтермеген кезде жем тастауға олардың еді. Мені өзіме жеңем деймі. Жеңе алмайсың. Ой, ертерек басып келдім. Мен үстіге астыға. Достар. Ойбай, достар. Қайталаймын деп жеңіліп қалдым. Әпсе аз қалды еді. Так, енді бірінші астым. Üstün olasın, aslan olasın, aslan, üstü, astı, aslan, üstü, astı, astı, osılay, düzü, laktır, tip, kaşamın деп, bir, екі. Достар, безумец дегенді жеңіп тастадық. Енді бізге безумно деп тұр. Неге 1200 ақша бар екен. 430-ға көтерейік, 540-ға көтерейік. 320-ға жетпей қалды. Сложно. Не деген сложно? Сложно түсе береді ғой. Так, разбойник менің оружиеммен бірдей. Достар, жеңілетін сияқты. Бірдей оружиеден жеткені жеңіп әбден мүмкін. Аз-ақ күн қалды достар, жеңіліп қалдым. Қиын екен. Білмеймін. Разбойникті бірінші раундта жеңіп тастадық, но ол да мені бірінші раундта жеңіп тастады. Енді кім жеңеді, сол жеңеді. Жеңіліп, аз қалды. Разбойник жеңілді, достар. Көтерілді ма? Көтерілген жоқ па? Кішкене қалыпты. Енді тағы да енді көтердік, бірақ бізге сложно деп тұр. Енді аламыз сложно. Сетімница, ол бірінші адам емес па? Айнап қойдым. Мен естігенмін. Расты жеңгенмін. Достар. Жоқ. Барқат турнирда да бола береді деген. Ол шын ба? Ондай нет. Барқатты расты жеңіп болғаннан кейін Барқат отшельник дегенде де Барқат деген шыға береді деген. Ол шын ба? Білмеймін достар. Өтірік па? Кім біледі? Жүрсеңіздер. Расты бітіргеннен кейін Барқат деген отшельникте де шыға ма? Жоқ. Барқат жеңіп қиын шығар, қиын шығар деп отырмын достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Лайк бастыңыздар ма айтпақшы? Лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар ең бастысы. Достарыңызға жіберіңіздер осы видеоны өте қатты. Талқылай ойнайтын достарыңызға жіберіңіздер. Ойнамайтын достарыңызға жіберіңіздер. Ұнап ойнап кетуі мүмкін. Енді біз 5-ші бөлімге көтердік.
Sağ bolыңızдар. Sizlerle birge men Nur Bolat.